Сәлем қыздар. 13-ші каталог бойынша қойылған ұтыстарымызды өткізейік. Яғни қандай екі ұтыс болатын? 13-ші каталогта бірінші шаг жасаған тұтынушылар арасында екі ұтыс орын. Яғни мына 3 клатч. Екі жеңімпаз болады. Осы әр түрінен бірден таңдап алады. Мысалы, біреу жасыл алуы мүмкін, біреу қызыл өзі таңдайды. Және 25 балдан жоғары жасаған тұтынушылар арасында тоже аяқ киім. Ол жерде тек бір ғана жеңімпаз болады. Одан кейін мен әр каталогта көмек беріп отырам деген. 12-ші каталогта бір адамға, 13-ші каталогта 2 адамға, міне 14-ші каталогта 2-ші нөмірлі және 12-ші нөмірлі қыздарыма 5000 теңгеден жеке кабинеттеріне жіберемін. Бұл жерде Жарылқасова Ағзипа, 5 баланың анасы, Жаналиева Ұлжанның баласы денсаулығында ерекшелігі бар баланың анасы. Енді ал кеттік. Қандай қыздар қатысады, қанша адам қатысады, соны көрейік. Яғни бірінші шаг жасаған қыздар бізде 14 адамның ішінен 2 жеңімпаз таңдаймыз. Және 25 балдан жоғары жасаған қыздар арасында бір жеңімпаз. Бұл жерде бізде 63. Яғни 14 және 63. 50 бал жасаған адамға 2 орын бердік. Мына жерде біз ең көп жасаған Әсел 150 бал, біз 6 орын бердік. Алмасов Жүсіп Ахмет 97 бал жасапты, оған біз 3 орын бердік. Ал кеттік қыздар 14 және 63. Случайный числоға барамыз. Бұл программа өткен жолғыдан қалған, 14. Бұл жерде 2 жеңімпаз болып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Екінші орын, екінші цифрлы қыз құттықтаймыз. Қайтадан кетеміз, қайта жазайық. 14. Ал, бисмилля. Қайтадан 2 қалды, сондықтан бұл есептелмейді. 10-ші нөмірлі. 2-ші және 10-ші нөмірлі қыздарымызды құттықтаймыз. Енді 2-ші бізде 63 нөмір. Бұл жерде бізде бір ғана жеңімпаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 8-ші нөмірлі қызымыз құттықтаймыз. Бірінші тізімде 2-ші және 10-ші нөмірлі қыздар клатч ұтты. 2-ші тізімде 8-ші нөмірлі қызымыз аяқ киім ұтты. Құтты болсын қыздар, игіліктеріңізге ұстаңыздар.